ыңқырап жүр. Тіпті достармен де таныстырмайды, қатысушыларға да көрсетпейді. Суретті де аптасына бір-ақ рет салады. Оның өзі астында бір құпиялы бір мәтінді жазып. Сонда соған қарағанда бұл сезім ерекше сияқты ғой, Мәди? Бәлкім, ол да бар, бірақ бір жағынан да бәрін жеке өміріңнің бәрін шығара берсең, жаңағы әлеуметтік желілерге, білмеймін, әйтеуір бір жамандық болып қала ма, көз тиеді деп. Қызыма көз тиеді деп жүрсің ғой. Назым, микрофон қосасыздар ма, иә? Сонда қалауымнан көз тимей ма? Бұл жақта бөлек қой, бізде екі көз бар, біреуі тікелей эфирде, біреуі Инстаграм парақша дейді сосын. Естіген парақшаңыз барыңыз. Біздің суретіміздің астында комментарий пәленше мен пәленшенің несіне жазылыңыздар, сондайды өшіріп отырамыз. Қалауым десек. 70% сол кеткен шығар. Сіздер прямо Инстаграм жұлдызсыздар ғой. Негізінде сіздердің де фан парақшаларыңыз біздің комментарийлерге жазылды. Сондықтан бірде-бір дейсің ғой. Сіздеріңізге қызықтау болып тұр да. Бізде андай Баян Мақсатқызының фан парақшасына жазылыңыздар көп, бізде әртүрлі әншілердің ше. Айтамын, біздің парақшаның астында біртүрлі екен деп. Ой, сіздердің рейтингтеріңіз қазір. Бізге неге ұрысты деген келеді. Провокациялық комментарийлер жазып тұрады да, өтірік та, бірақ ана провоцировать етіп жазады. Жаңа сөз үйренді бүгін, Мәди, дұрыс. Жоқ, ол жаңа сөз емес, бұл өз қатысушылар арамызда түсінеді, бұл провоцировать деген бір әзіл бар. Құрметті қатысушылар, микрофонмен сөйлейікші, иә? Қолға микрофон алып дұрыстап. Көрермен естімей жатыр. Мен айтып беремін, Асхат, сен я жаздым. Жарайды, Сымбатқа сөз берейікші. Сымбат, не өзгеріс бар жалпы? Өзің қалай сезіп тұрсың? Енді біздің жұптар бірінен кейін бірі сөз салып, біреулері кәдімгі отбасылық өмірге алғашқы қадам жасап бір қыздырып жатыр енді бағдарламаны. Аналарымен танысып, ата-анасымен. Сендерде ондай жоспар жоқ па? Оның барлығы алда ғой. Енді артта емес екен білеміз, бірақ қашан? Естейсіздер ғой. Негізі, ондай сұрақты маған қоюларыңыз керек қой. Сымбат маған ұсыныс жасайтындай айтып. Жоқ, мен мысалы қазір айтып отырғаным, шынымен де ондай сұрақты біздің жалпы қоймауымыз керек, Мәди. Өйткені қара, сен қазір Сымбатты таңдадың. Мысалы, жұп болғаннан кейін, жұп болуға дейін де мысалы, ел алдында көріп жүргеннен кейін анасына барып, мына қызыңыз мендей жігітпен жүр дегендей, уайымдамаңыз дегендей, осындай міне қараңды көрсетіп, осындай тәрбиелі жігітпін деп, мысалы алдынан өтіп бір ауыз сөзіңді айтуыңа болатын еді ғой. Негізі былай, ондай ой болған менде, бірақ мен былай ойландым да, Сымбат екеумізде бәрі жақсы болғаннан кейін, енді болашақ жайында ғой, бірінші өз ата-анамен таныстырып, болашақ келіндеріңіз дегенде. Одан кейін барып, қыздың ата-анасының алдынан өткен дұрыс қой деп ойлаймын да. Түсінікті. Пікірлер. Ақжарқын басты өзі. Бағана айтып отыр ғой, Мәди, достар, мен сіз айтып жатсыз таныстырмады деп. Кеше түсірілімнен кейін сол бар тамақ ішуге барған кезде Сымбат кіріп кеткен болатын, 5-10 минутқа өйткені жұмыстары болып асығып кетіп баратты. Мәди былай жалпылама таныстырды, бірақ бүгін кешке сол Мейірбектің туған күніне жиналайық деп жатырмыз. Сол кезге кешке алып келеді Сымбатты бірге. Сол кезде бәрі жақынырақ танысады деп ойлаймын. Және де осы Мәдидің болашақ жары негізі өзінің мінезінен төмендеу болу керек та мінезі. Мәдидің мінезі басымдау болу керек. Міне нағыз сондай мінез Сымбаттың бойынан табылып отыр. Сондықтан да екеуі ортақ көзқарастары, ортақ әңгімелері бір жерден шығып отыр. Сондықтан да Мәди сәттілік бәрі өз қолыңда. Керемет. Ал Медет, Әлібек екеуінің армандары орындалды ғой дейін, қашан танысамыз өзіміз? Қосарым бар. Бұл жігіт пысық сияқты. Бұл жігітке екі адам бірдей пысық болмайды деп ойлаймын, олай болған дұрыс емес. Сондықтан саған да осы қыз сияқты сыпайы сондай қыз керек сияқты. Сен сөйлегенде үндемей қалатын. Мәдинің ән айтқанына шыдаған қыз ғой бұл деген, ой бой. Жаңа негізі былай ғой, осыдан вокалға барам ғой деймін. Вокалға барып даусымды түзеп Шақкерімге өлең айтып берем ғой. Не істедім мен саған соқсыма, Мәдидің даусына шыдаған қыз деп айтты. Жарайды, Медет сөз сөйлесін жолдан да сұрап көрсін. Қош келдің Сымбат.